Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін shell функциясын қарастырамыз. Ол үшін жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Сол жұмыс істеу алаңына бір мынандай квадрат жасайық. 50 мм-ге өсірейік. Осындай квадрат шықты. Оның квадраттың бір бүйіріне шеңберді үлкейтейік. Осындай маңызды емес қаншаға. Енді shell функциясын таңдасақ, мынау faces to remove фигураның қай бетін алып тастау керек. Мысалы, мына бетін қылсам, осындай төртбұрыш қылып, үшін кеңейтіп алып тастайды. Содан кейін, мысалы, мынаны жазсам, мынаны да алып тастайды. Сонда мынандай тесік пайда болды. Мына жерде қабырғаларының қалыңдығын қоямыз. Мысалы, 5 десек, көрдіңіз бе, қабырғалы қалыңдығы өзгеріп жатыр. Өзгере береді өйстіп. Енді shellді бүйтіп істемейік. Hollow дейік. Hollow деген іші бос, бірақ сыртында тесігі болмайды. Ол сізден фигураның бетін сұрамайды, жалпы бір фигураны сұрайды. Фигураны таңдайық. Мысалы, 2 мм қылайық. Бұлай сыртынан ештеңе көрінбейді. Бірақ біз мына жерден кесіп көретін болсақ, көрдіңіз бе, іші бос. Shell деген функцияның ішінде hollow таңдауы бір фигураның ішін босатып кеңейтеді. Содан кейін тағы да айтатын нәрсе, мысалы, мынау экструдымызды алайық. Жасаған коробкамызды алайық. Section view'ді алып тастайық, коробкамызды алдық. Мынау коробкамызға біз төрт жағына да филет жасадық. Филетті үлкейтейік. 9 см қылайық. Shellді филеттен кейін қойсақ, мысалы, hollow емес. Қазір мынау алып тастайық. Бетін қарасаңыз, мынау филет жасаған үшін ішін босатқанда, ол сыртындағы филетті қайталап босатады. Өте ыңғайлы зат. Тағы бір мысал жасайтын болсақ, мысалы, мынандай нәрсе сызайық. Жұмыс істеу алаңын таңдайық. Бір доп сызайық, содан кейін осының ортасынан мынандай бір сызық жүргізейік. Ол сызықты өйстіп қояйық. Содан кейін revolve функциясын қолданып, бөлшектің бір бөлігін қолданайық. Шар пайда болды бізде, мынандай шар. Енді мынау шарды shell функциясын таңдайтын болсақ, мынаны hollow деп шарды таңдайтын болсақ, мынау шарға қазір қарасақ, іші бос. Мысалы, бұл қандай жағдайда жақсы, осындай доп жасасаңыздар, бір ойыншық жасайтын болсаңыздар, 3D принтерде шығаратын болсаңыз, пластик көп кетпеу үшін осындай ішін босатып қойған жөн. Осымен 10-шы сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.